Абу Хурайра радиаллаху анхудан жететін сахих хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ертең қиямет жақындаған кезде барзақ әлемінде, махшар әлемінде күн жақындатылады. Бүткіл адамзат бір жерде болады. Сол жерде 7 адам Алланың қалауымен аршысының көлеңкесінде болады. Жаңа жұмада осының алғашқы екеуін айттық. Және мынау кісілерге қайталау болсын. Біз қазір осы өмірде өмір сүріп жатырмыз. Осы әлемден кейін қандай әлем басталады? Барзақ әлем басталады. Қабір, яғни. Қабірде не рахат бар, не азап бар. Алла субхана ва тағала баршаларымызды осы жәннаттың бақшаларынан болған рахат, осындай барзақ әлемде болуды нәсіп етсін иншалла. Осы барзақ әлемнен кейін бахс әлемі басталады. Қайта тірілу әлемі басталады. Бахстан кейін махшар әлемі басталады. Баршамыз бір жерге жиналу әлемі. Оны ғалымдар былай түсіндіреді. Площадь секілді алайық бір жерді, сол жерге бүткіл халайықты Алла субхана ва тағала жинайды. Адам пайғамбардан бастап, осы әлемде өтетін соңғы бір кісі адам бар. Бүткіл халайық бір жерде болады. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде айтқандай 7 сап періште қоршап тұрады дейді. Тіпті білім иелері айтады, ол жерде сен артымен кішкене отыра тұрайыншы дейтін орын болмайды дейді. Адамның пробкасы сол жерде болады екен. Бүткіл халайық бір жерде тұр. Бір кольцо періште қоршады, оның сыртында және 6 кольцо осындай болады. Қоршалып тұрған 7 сап періште қоршап тұрады екен адамдар. Бір жерде тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, мынау сендердің көріп тұрған күн, осы күн жақындатылады дейді төбелеріне. Қазір неше мың алыста қашықтықта тұр ғой біздің ортамызда. Бұлттар бар ортада, бірақ ол махшар әлемінде күн жақындатылады. Сол кезеңде адамдар өздерінің пенделікпен жасаған қате күнәларына жараса азапталады дейді. Өздерінен шыққан терге өздері азапталады. Бір адамдар тобығына шейін тердің көтеріліп, тобығына шейін келіп тұрады дейді. Екінші бір адамдар мынау тізесіне шейін келеді дейді. Үшінші бір адамдар мына көкірегіне шейін келеді дейді. Төртінші бір адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қолымен көрсетті. Мына мұрнына шейін, осы жерге шейін келіп тұрады деді. Өзінен шыққан терге өздерінің малынып тұр. Сол азап шегіп жатқан адамдардың ортасынан 7 сипаттағы Алла тағала 7 сипаттағы адамдарды шығарады деді. Олар азап көрмейді. Олар марапатталынады ол жерде. Сол үшін ғалымдардың айтатыны, сен Құдайдан қорқып тақуалық жаса. Адамдар көрмегенмен Алла көріп тұр, сол махшар әлемінде не марапатталынасың, немесе Құдай сақтасын, Алла масқараңды шығарады сен. Ол жерде бүткіл халайықтың алдында боласың сен. Сол бірінші, сол бақытты жандар, Алла тағала осы 7 сипаттың бірі болып нәсіп етсін баршамызға иншалла. Сол бірінші саптағы адамдар ол әділ басшылар дейді. Имамун адил деп келеді хадисте. Әділ басшылар. Әділ басшылар Алла субхана ва тағала марапаттайды. Тіпті ғалымдар айтады, олар әйел кісілер де болуы мүмкін. Жалпы басшылықты алып, қол астындағыларға әділдік қылған болса, бәріне қатысты болады бұл. Әділ басшылар шығарылып, аршының көлеңкесінде болады. Олар азап, ондай қиыншылықтарды көрмейді екен. Осы басшылық деген үлкен аманат. Міне Құдай қаласа біздің болашағымыз жастар, болашақ бастықтар отыр осы жерде. Болашақ әкімдер отыр, болашақ прокурорлар отыр. Ертең осындай таққа отырған кезде осы хадисті есімізге алып жүрейік. Бұл таққа отыр, басшылық қыл деген мақтанатын нәрсе емес. Көке жәкеңді ортаға салып барып қызығып отыратын жер емес ол жер. Ол жер аманат жер. Қазақта сөз бар, 2 орындықтың иесі жоқ. Біреу кім? Не? Мына тақ. Осы таққа осы күнге шейін көп адамдар отырды, қияметке шейін көп адамдар отырады әлі осы орындыққа, басшылық орындықтарына. Екінші табыт. Көп адамдар сол табытқа салынып, жерленді. Әлі көп адамдар қияметке сол табытқа жатады. Осы 2 орынның иесі жоқ дейді. Демек, басшылыққа отыр деген сөз сол күннен бастап жымғырып қалайын, жеп қалайын, басып қалайын деген нәрсе емес ол. Құдайдан қорқу керек. Егер сен әділдік қылмайтын болсаң, ертең Құдайдың алды жазаңды береді. Мына Омар радиаллаху анхудың уақытысында ол кісі халифа әр облыстың әкімдерін сайлады. Біздің тілмен айтқан кезде. Сол сахабалар бас тартты. Жоқ, айып етпеңіз, бармаймыз. Ертең Алланың алдында мен онсыз да күнәм көп өзімнің. Мен өзімнен сұралсам да
отбасымдан сұралсам да мен ғана жетеді осы. Айып етпеңіз, ол жауапкершілікті мойнымызға ала алмаймыз деп бәрі бас тартады. Сол кезде Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудың сөзі бар: жақсы, мойындарың алмай қойыңдар. Сендер мен халифаға лайық емес едім. Сендер мені сайладыңдар ғой осы жерге. Сендер маған байғат бердіңдер, уәде бердіңдер. Көмектесеміз саған деп. Енді сендер өздерің бас тартып жатсыңдар ма? Жақсы, кете беріңдер деді. Мен сол аманатты атқара алмастан ертең Алланың алдында жүзім қара болып, мен тозаққа кете берейін деп айтқан сөздеріне жаңа сахабалар қайттан кешірім сұрап, айып етпеңіз деп бәрі басшылыққа кетті дейді. Демек, басшылық деген қызық баратын жер емес. Ол үлкен жауапкершілік, сауапты да, жауапты да амал. Сол үшін шариғат бойынша өзің осы мансапқа жету ол дұрыс нәрсе емес. Өзің соны қызығып, адамдарды салып, жаңа айтқанымыздай, таныс тамыр ақшаңды төлеп, мен бастық болғым келеді десең, ғалымдар айтады, Алла саған көмекші болмайды. Алла саған көмектеспейді. Егер халық соған сені лайықты көріп, сен сол басшылыққа ұсынатын болса, және сенен басқа адам оған жоқ болып тұр. Егер сен барып отырмасаң, мына жақта бір оңбаған отырайын деп жатыр. Жымғыратын, ешкімге жан ашымайтын. Саған уәжіп болады сол жерге барып отыру. Себебі сен не? Халықтың мүддесін қорғайсың. Халық саған сеніп отыр мына жерде. Баршасы саған қарап отыр. Ондай кезеңде не болады екен? Уәжіп болады екен. Себебі сенің орның осындай екен. Демек, бұл басшылық, құрметті бала, жаңа айтқанымыздай, бұл үлкен жауапты да, сауапты амал. Басшылықты сайлағаннан кейін, мына жақтағы халық біздер мен сіздерге, бізге де міндеттелер, міндет жүктелінеді, оған бойынсыну керек. Басшы болғаннан кейін, оған не істеуіміз керек? Бойынсыну керек. Бұл біздің халық міндетіміз. Ертең Құдайдың алдында біз одан сұраламыз. Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде не дейді? Атиу Аллаха ва атиу Расула улул амри минкум. Аллаға бойынсыңдар, пайғамбарға бойынсыңдар, араларынан шыққан басшыға бойынсыңдар деді. Пайғамбар хадисінде былай дейді: араларынан шыққан басшыға кім бойынсынбаса, Алла оны екі күнде де қорқып қояды дейді. Ешқашан саған Алла тағала абырой алып келмейді. Алла біреуге абыройын алып қойса, оны ешкім көтере алмайды. Алла біреуге абырой берсе, оны ешкім істей алмайды, абыройын төге алмайды. Сол үшін осы мешітіміздің басшысы ол имамдар болады. Құрметті бауырлар, осы жердің басшысы ол имам. Имамға итаат етудің үкімі не екен? Жаңа аяттағыдай, ол уәжіп екен, міндет. Сол үшін мешітке келгеннен кейін осы жердегі басшылықтар не айтса, оны істеу керек. Егер ондай емес болса, имамдар өздері ақыретте Алланың алдында жауап береді. Жамағат имамды тыңдағандықтан, басшыға бойынсынғандықтан біз сауап аламыз. 27 есе деген сауабын алып біз тыныш үйімізге кетейік. Бірақ сондай ма? Ондай емес па? Имам өз жауап береді ақыретте. Оны Расулалла айтты. Имам жамағатынан сұралады деді. Әрбір басшы қол астындағыдан сұралады, имам неден сұралады? Жамағаттан сұралады. Имам да біздің мұсылман бауырымыз. Оны да ойлау керек. Ертең Алланың алдында тұрған келбетін көз алмай елестетуіміз керек. Сол үшін бізге жеңіл болады да жамағат. Келеміз де тайраңдап кеп кетпейік мына жерге. Көмектесейік. Бауырымызға көмектессек, не болады? Біздің неміз алға қарап жылжиды. Ол тек қана имамның жұмысы емес. Сол үшін имамдарға Алла разы болсын, шамасы келгенше жамағатқа не білім беріп жатыр. Мен мына қазақтың тарихтарын қарап отырса, біздің қазақ тарихында жалпы мына молдаларды, имамдарды ұстаздар ат тастады. Халық жауы деп. Себебі олар дін үйретеді, халықтың көзін ашып тастайды деп, олар халық жауы деп олар көрсетпеді. Бірақ бірен саран молдалар болды, соларға жасырын оқу өте қиын болған екен. Құдайға шүкір, тәуба, біздің қазір мешітте 4 адам қызмет атқарады. Бас имам бар, оның найб имам бар, көмекшісі, азаншы бар, ұстаз бар. Осы 4-еуінде Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы бас муфти бекітіп, сол бұйрықпен ресми жұмыс атқарып жатқан азаматтар. Жаңа айтқанымыздай, осы басшыларды Құдай қаласа әділдік қылады. Иншалла, бірінші саптағы немен, оларда иншалла аршының көлеңкісінде болады екен. Оған итағат етіп көмектесетін болсақ, біз де сол имаммен бірге шығып кетеміз Құдай қаласа жерден. Сен айтқан істеп жатырық қой, көмектесіп жатырық. Аят бар Құранда: "Тағауану алал бирри ва тақуа". Сендер не? Тақуалықта, жақсылықта бір-біріңе көмекші болыңдар. Екінші бір хадисінде Пайғамбар айтады: кім кімді жақсы көрсе, кім кіммен ниеттес болса, солармен бірге боласыңдар дейді. Жаңа айтқандай, басшыларымызға көмектесіп шығарып жіберейікші оларды. Олармен біз де шығып кетеміз сол mahшар әлемінде Құдай қаласа аршының көлеңкісіне. Бұл бірінші сипатты адамдар екен, әділ басшылар. Жаңа айттық, әділ басшы деген тек қана үлкен лауазымдағы бастықтар емес. Қол астыңызда 2 адам жұмыс істесе, сіз бастық боласыз.
солардың дәрежесіне қарай әділдік қылып, егер кішкене бір қателесіп қалса, өзінің деңгейінде ғана жаза қолданып, сол кезде сіз не болды? Әділдік жасадың дейді.